Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Кейінгі кезде алаяқтар діннің діннен ештеңе хабары жоқ. Алаяқтар халықты алдап күнәға батыруда. Кеше қарап отырсам Фейсбукта муфтиятта істейтін Ақылбек Әуесханұлы дегеннің бір статьясы шығыпты. Былай дейді: қажылық туралы сүйінші хабар. Арамызда қажылықты сағынып жүргендер көп болса керек. Карантин деп мұсылман әлемі қанша уақыттан бері 5 парыздың бірін атқара алмай жүр. Алайда сіздермен қабыл болған қажылықтың сауабын беретін бір амалды бөліспекпін. Орындасаңыз қажы болғандай сауап аласыз. Ол сізге онша ауыр соқпайтын екі әрекет жасайсыз. Күн сайын жасасаңыз, күн сайын қажы боласыз. Ол екі амал сүйікті Мұхаммед пайғамбарымыздың мына бір хадисінде айтылған: кімде-кім мазлумға, нахақ қиянатқа ұшырап жүрген адам жәрдемші болайын деп және мұсылмандарға пайдамды келтірейін деген ниетпен таң атырса, онда оған қабыл болған қажылықтың сауабы жазылады дейді. Жалпы мынау пәни дүниеде Аллаға иман мен адамдарға пайдалы болудан абзал ешбір жақсылық жоқ. Бұл да ардақты Алла елшісінен қалған сүннет. Қажылыққа асығайық ағайын, құрметпен Асылбек Әуесханұлы дейді. Кейінгі кезде осындай діннен еш хабар жоқ дүмше мұлдығы қаптап кетті. Бұл адамның шатып отырған шат парағы шайтанның шығарған өтірік хадисі. Нағыз хадисте айтылған, шын хадисте қабыл болған қажылық бұл жұмақ дейді. Қажылық, өздеріңіз білесіздер, исламның бір парызы, 5 парыздың ішіндегі біреуі. Егер үйде отырып осылай армандап отырып қажылық жасай берсеңіз, онда қажылық жасап не болды сонша? Өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Үйде отырып күн сайын мына бұлжырап отырғанына, Асылбектің шатпырағына сенсеңіздер, күн сайын отырып осылай қажы болып жүре бересіздер, сауабын жинап. Сондықтан да сенбеңіздер мұндай ақымақтарға, дүмше молдаларға, надандарға. Мүфтияттың бәрі көбі толған дүмше молда, оның бәрі мен өзімнің лекцияларымда дәлелдеп бергем. Сондықтан да байқап жүріңіздер, тыңдамаңыздар, не болса соның бәріне сене бермеңіздер.